Нұрселят ТВ және Ахли Ислам мешіті ұсынады. Әзіреті Омарды жылатқан оқиға. Бір күні Әзіреті Омар, оған Алла разы болсын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үйіне келеді. Келсе, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам шиден тоқылған төсеніштің құр өзінде жатыр екен. Басына пальманың қабығы толтырылған тері жастықты жастаныпты. Аяқ жағында жамап тігілген тері жатыр. Омардың келгенін көріп, Алла елшісі тұруға ыңғайланады. Қараса, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам бір жанына ши төсеніштің ізі қалып қойыпты. Әзіреті Омар, оған Алла разы болсын, оны көріп жылап жібереді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: «Сені жылатқан не нәрсе, ей Омар?» деп сұрайды. «Уа Расулулла, мен қалай жыламаймын? Персия мен Византия патшасының жағдайын қараңыз да, сіздің жағдайды қараңыз», дейді. Көршілес екі елдің патшаларының кәпір болса да шалқып өмір сүріп жатқандықтарын, қаласа оның да Алла жағдайын жақсартатынын меңзеп. Омар: «Олар сондай бір қауым, дүниелік жақсылықты ақыреттен жоғары қояды. Ал біздің қауымға дүниелік жақсылықтан ақыреттік өмір маңызды. Дүние солардық бола қойсын, бізге ақырет жетеді», деген екен адамзаттың сұлтаны саллаллаху алейхи уассалам.